Сәлеметсіңдер ме балалар? Сендерменен математика сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шешу деп аталады. Бүгінгі сабақты жүргізетін мен, аты-жөнім Тілеуғабылова Қаламқас. Райхан Әлібекұлы атындағы жалпы орта мектептің математика пәні мұғалімі боламын. Ал енді осы сабағымызда жүзеге асатын оқу мақсатымызбен танысып өтейік. 6-да 2, 2-де 15, бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шешу. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер. 5х минус 7 тең х плюс 1. 2х плюс 5 тең 3х минус 8. 3х минус 0,8 тең 4х минус 1,2. Түріндегі теңдеулер бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер деп аталынады. Мұндай теңдеулер жалпы түрде ax плюс b тең 0 түрінде жазылады. Мұндағы a айнымалының коэффициенті, b бос мүше. Теңдеуді шешкенде, ондағы айнымалының, яғни x-тің орнына қойғанда, теңдеуді тура теңдікке айналдыратын сан табылады. Мұндай санды теңдеудің түбірі деп атайды. ax плюс b тең 0 түріндегі теңдеу бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу деп аталынады. Мысалы, 0,9х минус 4,5 тең 0. 2х плюс 5 тең 3х минус 2. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерге жатады. Осы орайда сендерді Жәутіков Орынбек Ахметбекұлымен таныстырып өтейін. Экранда сендерге ол кісінің суреті берілген. Ол математика ғылымының дамуына көп еңбек сіңірген ғалым. Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі. Физика-математика ғылымдарының докторы, профессор. Негізгі ғылыми еңбектері математикалық теңдеулерге, теориялық және қолданбалы механика саласына арналған. Ал енді теңдеудің түбірі дегеніміз айнымалының теңдеуді тура теңдікке айналдыратын мәні. Теңдеуді шешу дегеніміз оның барлық түбірлерін табу немесе түбірлерінің жоқ екендігін дәлелдеу. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шешуге тоқталып өтейік. ax плюс b тең 0 теңдеуін шешудің 3 түрлі жолы бар. Бірінші, a тең емес 0-ге, b кез келген сан болатын болса, ax тең минус b теңдеуінің екі жағында да a-ға бөліп, x тең минус b бөлінген a теңдігін жазамыз. Демек, бұл жағдай теңдеудің бір ғана минус b бөлінген a түбірі бар екен. Бірінші мысал. Теңдеуді шешіңдер. 8х минус 9 тең 3х плюс 8. Нұсқауды пайдаланыңдар. Бірінші, x айнымалысы, яғни белгісіз бар мүшелерді теңдеудің сол жағына, бос мүшелерді теңдеудің оң жағына жинақтаңдар. Ұқсас мүшелерді біріктіріңдер. Үшінші, теңдеудің екі бөлігінде айнымалының коэффициентіне бөліп, теңдеуді түбірін табыңдар. Оның шешу жолы. 8х минус 9 тең 3х плюс 8. Бірінші, 8х минус 3х тең 8 қосылған 9. Екінші,
5х тең 17 және одан бізде пайда болады x-ті табу үшін 17-ні 5-ке бөлеміз. Сонда x-іміз бізде 3,4. Жауабымыз 3,4-ке тең болады. Екінші жолы a тең болады 0-ге, b 0-ге тең болмаған жағдайда ax плюс b 0 теңдеуі 0x плюс b 0 тең 0 түрінде жазылады. 0x тең минус b теңдігі x-тің ешқандай мәнінде тура болмайды. Мұндай жағдайда теңдеудің түбірі болмайды. Екінші мысал. 7x плюс 3 тең 7x плюс 5. Бұл жағдайда 7x тең 7x-ті аламыз. Тең болады 5 минус 3. 0-ді x-ге көбейткен жағдайда 0 болады, және ол 2-ге тең болмайды. Осылайша теңдеудің түбірі болмайды. Демек, теңдеудің шешімдер жиыны бос жиын. Жауабы бос жиын. Үшінші жағдай. a тең болады 0-ге және b тең болады 0-ге болса, ax плюс b тең 0 теңдеуі 0x плюс 0 тең 0 түрінде жазылады. 0-ді x-ге көбейткен жағдайда 0, 0 тең 0. Кез келген санның 0-ге көбейтіндісі 0-ге тең болғандықтан, x-тің кез келген мәнінде теңдік тура болады. Демек, ол 0x тең 0 теңдеуінің түбірі кез келген сан бола алады. Теңдеудің шектеусіз көп түбірі бар. Мысалы үшін, 2x плюс x минус 5 тең 3x минус 5. 3x-тан аламыз 3x-ті тең болады 5x минус 5. 0 сондағы бізде пайда болатыны 0x тең 0. Кез келген сан теңдеуінің түбірі бола алады. Теңдеудің түбірі шексіз жиын. Жауабы x тең болады кез келген санға. ax плюс b тең 0 сызықтық теңдеуінің түбірлерінің жиыны бір ғана элементтен тұруы, бос жиын болуы немесе шектеусіз жиын болуы мүмкін екен. Ал енді сұрақтарға жауап берейік. Қандай теңдеулерді бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер деп айтамыз? Екінші, a тең болмайды 0-ге болса, бір айнымалысы бар сызықтық теңдеудің түбірі қалай табылады? Осы сұрақтарға жауап беріп өтіңдер. Ал енді сендерге 780, 781 және 782 тапсырмаларды беремін. Жаңағы мысалдарға қарай отырып, осы тапсырмаларда берілген теңдеудің жауабын шешіңдер. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталғалы тұр. Сендермен кері байланыс ретінде көңіл-күй таразысы деген әдісті таңдап алып отырмын. Бұл жерде суретте бізде алдымызда таразы тұр. Бір жағында бұлыңғыр күн, бұлт, жаңбыр, ал оң жағында күннің көзі, бұлтсыз аспан, жақсы ауа райы болып тұр. Енді көңіл-күйімізді күнді немесе жауынды болуына байланысты таразының әрқайсысына, әрбір бөлігіне осы көңіл-күйімізге сәйкес белгіні қоямыз. Осылайша бүгінгі таразымызды теңестіретін боламыз және себебін айтып өтеміз. Осыменен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.